Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Мен Дүйсепова Мақпал Талғатовна, Семей қаласы көлік колледжінің физика пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зертханалық жұмыс номер 7, дифракциялық тордың көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау. Зертханалық жұмыстың мақсаты тәжірибе жасау арқылы жарықтың толқын ұзындығын дифракциялық тор көмегімен анықтау. Бағалау критерийі, яғни сіздер сабақ соңында нені меңгересіздер? Дифракциялық тордың құрылысын сипаттай аласыздар. Дифракциялық тордың көмегімен толқын ұзындығын анықтауға арналған қондырғыларды сипаттайсыздар. Қызыл, жасыл және күлгін түстің толқын ұзындығын анықтай алатын боласыздар. Жалпы дифракциялық тор дегеніміз не? Дифракциялық тор мөлдір емес ара қашықтықтарымен бөлінген бірдей қашықтықта параллель орналастырылған саналаулардың жиынтығын. Дифракциялық тордың көмегімен жарық сәулесіне қарайтын болсақ, өте жақсы спектрді алуға болады екен. Сол спектрлердің толқын ұзындығын анықтау үшін біз бүгін сіздермен дифракциялық торды қолданатын боламыз. Дифракциялық тор көмегімен толқын ұзындығын анықтау үшін осы өрнекті пайдаланамыз. D көбейтілген синус фи тең К лямбда. Мұндағы D деп отырғанымыз дифракциялық тордың периоды, синус фи дегеніміз тор жазықтығына перпендикулярдан жарық сәулелерін ауытқу бұрышы, К дегеніміз спектрдің реті, лямбда дегеніміз толқын ұзындығы. Дифракциялық тордың көмегімен толқын ұзындығын анықтау үшін біз медиа дидактика.ру платформасында орналасқан виртуалды ортаны қолданамыз. Енді құрметті студенттер, осы сілтеме арқылы өтіп, виртуалды зертханалық жұмысты сіздермен бірге орындаймыз. Сіздер сілтемені басқаннан кейін мынандай виртуалды зертханалық жұмыстың ортасы ашылды. Бұнда жаңағы виртуалды зертханалық жұмыстар жинаға берілген. Сіздер соның ішіне ең сіздерге керегі жаңағы жарық толқын ұзындығын дифракциялық тордың көмегімен анықтауға басасыздар. Енді сіздерде мына жерде басылған виртуалды орта ашылады. Бұнда зертханалық жұмысқа қажетті құрал жабдықтар көрсетілген. Яғни бұл штатив берілген. Штативке бекітілген сызғыш көрсетілген. Сызғыштың бір ұшында дифракциялық тор орналасқан. Дифракциялық торға қарама-қарсы саналауы бар жылжытпалы экран орналастырылған. Экранда да сызғыштарда да миллиметрлік шкала бар. Егерде біз көзбен дифракциялық торға қараған кезде біздің экранымызда пайда болған түрлі түсті спектрлерді көруге болады. Яғни дифракциялық тор арқылы жарыққа қараған кезде ақ жарық жіктеле отырып бізге спектрді көрсетеді екен. Толқын ұзындығын анықтау үшін екі ара қашықтықты алайық. Яғни экраннан торға дейінгі ара қашықтығымыз 50 см болса, экран центрінен жаңағы күлгін, жасыл және де қызғылт түске дейінгі оң сол ара қашықтықтарды өлшеп аласыздар да кестеге енгізесіздер. Енді келесі жағдайда да есептеу жүргізесіздер. Бұл жағдайда жаңағы экран мен дифракциялық тордың арасындағы ара қашықтықты 40 см алып өзгертесіздер салманын. Одан кейін дәл солай 40 см-ге дейін өзгертесіздер мәнін. Одан кейін дәл солай жаңа қызыл, жасыл, күлгін түстердің ара қашықтығын өлшеп алып, кестеге енгізесіздер. Жұмыстың орындалу барысында алынған мәліметтерді кестелерге енгізіп, берілген теңдеу бойынша толқын ұзындығын анықтаймыз. Есептеу барысында сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс күтемін. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.